Баршаңызға қайырлы күн. Дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен түрлі түсті манты әзірлейтін боламын. Бұл мантыны үй жағдайында өздеріңіз табиғи, таза көкөністерден әзірлесеңіздер болады. Манты өте сочный, және бұның ішіне мен асқабақ қостым. Күнделікті түскі асқа немесе кешкі асқа өздеріңіздің отбасыларыңызда қуантуларыңызға болады. Мантыға қажетті барлық қоспа ингредиенттердің барлығын мен төмендегі описанияға жазып өтемін. Ең алдымен түрлі түсті болу үшін біздің қамырымызға әртүрлі көкөністерді осылай теркіден өткізіп, соғын алуымыз керек болады. Біз бүгін мантымыздың қамырын қызыл, сарғылт және жасыл түске бояймыз. Жасыл түсті бояуды әзірлеу үшін кез келген көк шөпті алсаңыздар, зеленді яғни. Менде түрлі түсті зелендер қатырылған морозильниктен алып, мен оны кішкене суға жібітіп алдым да, блендерден өткізіп, осылай сито арқылы соғын сығып алдым. Көбінесе бұндай жағдайда шпинатты пайдаланып жатады, шпинаттан көбірек бояу шығады. Сарғылт түсті бояу алу үшін біз сәбізді немесе асқабақты теркіден өткізіп, осылай сүзгіштен өткіземіз. Соғын сығу арқылы сарғылт түсті қоспа алуларымызға болады. Енді біз қызыл түсті қызылшаны алып, оны да теркіден өткізіп, сүзгіш арқылы соғын сүзіп аламыз. Әрбір түстерді бөлек-бөлек осылай ыдысқа ұнды илектен өткізу арқылы қоспамызға кішкене тұз салып, қамыр илейміз. Бірінші мен жасыл түсті қамырды илеп алдым. Одан кейін сарғылт түсті қамырды сәбізбен асқабақтың шырынымен кезекте біз қызыл түсті қамыр алу үшін қызыл түсті бояуымызға қызылшадан шыққан сүзбемізден шыққан сокты осындай кішкене тұз қосу арқылы ұнымызға қосып қамыр илейміз. Қамырымыз өздеріңіз көріп отырғандағай түрлі түсті әдемі түстерге боялып шығады. Бұны әбден иі қанғанша басып, кішкене тұндырып қоямыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне түрлі түсті қамырымыз бізде дайын болды. Енді бұларды жайып, осылай мантыға ыңғайлы етіп, төртбұрыштап кесіп аламыз. Барлық қамырымызды осылай кесіп, жайып алғаннан кейін біз мантымыздың ішіне салатын салмамызға кірісеміз. Менде бұл жерде сиыр етінен тартылған фарш және асқабақ, оған жуаны қосып, ұсақтап турап, барлығын қара бұрышпен, тұзбен тұздап, біз ішіне салатын салмасын жақсылап, дайындап, әзірлеп аламыз. Біздің ішіне салатын салмамыз дайын болды. Осындай әдемі түсте, яғни біз манты мен тыкваны біздің отбасында барлығы өте жақсы көреді. Мен көбінесе осы мантыны асқабақ қосып әзірлегенді ұнатамын. Барлық жайылған қамырымызды төртбұрышты етіп, кесіп, ішіне салмасын салып, осылай барлық қамырдан манты түйіп шығамыз. Түйілген мантымызды мантоваркаде 45 минут булап пісіріп аламыз. Мантының түсі өзгеше, ерекше әртүрлі түске боялады. Піскеннен кейін өте сочный, сондай дәмді болып піседі. Сіздер де отбасыларыңызбен осылай ерекше тағам әзірлеп қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Қарылға. Дәмді кеңестер каналында жүздескенше каналыма жазылып қойыңыздар. Ас болсын.